Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Мұхтарова Арайлым Мукановна. Жаңа сабағымыздың тақырыбы бұйрықтар. Сабақтың мақсаты бұйрық және оның құрылымы мен түрлерімен таныстыру, мәлімет беру, сөздер мен сөз тіркестер арқылы бұйрық түрлерін құрастыра білуге үйрету, сонымен қатар бұйрықтың түрлі жағдайларда жазылу ерекшелігі жаттығулар арқылы меңгерту. Сабағымыздың міндеті бұйрықты сауатты құрастыруға дағдыландыру, бұйрықты шығара алуға қаруландыру, бұйрықта қолданылатын модельдер туралы білімін кеңейту. Бұйрық қандай да бір міндеттерді шешу үшін мекеме басшысы шығаратын өкімдік құжат болып табылады. Бұйрықтың түрлері мынадай: жеке құрам бойынша азаматтарды жұмысқа қабылдау, жұмыстан босату, басқа жұмысқа ауыстыру, тағы сол сияқты мәселелерді шешуге бағытталған бұйрықтар. Негізгі қызмет бойынша кәсіпорын жұмысын ұйымдастыру, қаржыландыру, жоспарлау, өнімді өткізу сияқты өндірістік мәселелерді шешуге бағытталған бұйрықтар. Арнайы бұйрықтар қаржы-экономикалық мәселелерге байланысты шығарылатын бұйрықтар. Төтенше жағдайлар бойынша бұйрықтар күтпеген оқиғаларға, тасқын, сел, жер сілкінісі, тағы басқа сол сияқты байланысты шығарылатын бұйрықтар. Бұйрықтың құрылымы ең алдымен мекеменің атауы, бұйрықтың шыққан күні, айы, жылы және бұйрық нөмірі, бұйрық деген сөз, бұйрықтың тақырыбы, не туралы екендігін айту, мәтіні болу керек. Мәтіні конституциялық бөлік, негізгі дерек, сәйкес, мақсатында, байланысты, үшін сияқты тұжырымдаулармен басталады. Өкімдік бөлігі бұйырамын деген сөз ортасына жазылып, кімге не тапсырылатыны, оның орындалу мерзімі көрсетіледі. Етістік бұйрық райдың үшінші жағында жазылады. Ең астыңғы бөлігінде мекеме басшысының қолы тұрады. Бұйрық, мысалы, Алматы қаласы Алмалы аудандық әкімшілігі аудан мектептердің бітіруші түлектерді ұбт-ға даярлау туралы Алматының жоғарғы оқу орындарында аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасынан шыққан оқушыларға ұбт-ға даярлау мақсатында бұйырамын. Ақпан айынан бастап мектеп бітірушілеріне даярлық курстары жүргізілсін. Негізгі пәндер бойынша сабақ өткізу тәжірибелері ұстаздарға жүктелсін. Алматы ауданының әкімі Стамбеков. Немесе келесідегідей бұйрықтың түрі болады. Енді студенттерге келесі тапсырма, сұрақтарға жауап беріңіздер. Бұйрықтың қай түріне жатады, бұйрықтар не туралы, конституциялық бөлігінде не жазылған, өкімдік бөлігінде қандай іс-шаралар көрсетілген. Алдыңғы көрсетілген екі бұйрық бойынша бұйрықтың қай түріне жататындығын анықтауларыңыз керек. Келесі тапсырма, бұйрықта қолданылатын модельді есте сақтаңыздар. Етістік қосылған ырғыз етіс жұрнағы қосылған бұйрық райдың үшінші жағы. Мысалы, белгілеу, белгіленсін, ұйымдастыру, ұйымдастырылсын, заңдастыру, заңдастырылсын, енгізу, енгізілсін. Бұл мысалдарды естеріңізге сақтап алыңыздар. Сабағымыздың қорытынды кезеңі тест түрінде болады. Бірнеше тест сұрақтарына жауап берулеріңізге сұраймын. Бұйрық жазылған күннен, дайындалған күннен, қол қойылған күннен, анықталған күннен бастап күшіне енеді. Яғни дұрыс жауабын белгілеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.